Құрметті достар, жалпы алғанда біз YouTube каналда болсын, халық алдында поверхностный, үстіртін ғана ілім бердік. Және үстіртін ғана ақпарат бердік. Мысал үшін айтайық, жаңа Бахитоллах Мағниге серт беру, қол беру дегеннің мағынасын мен сіздерге айттым. 3-ші аят 81-ші сүре 81-ші аятта деп мысалшын. Бір заманда сендерге елші келеді. Сол елшіге жәрдем етесіңдер ме? То есть қол бересіңдер ме деген сөз. Және осы сертте тұрасыңдар ма дейді Алла, пайғамбарлар жинап алып. Сонда пайғамбарлар айтты дейді, иә, біз жәрдемдесеміз деп. Ендеше мен де соған куәгер боламын деп Алла шарт байласқанда пайғамбарлармен. Қарап отырсаңыздар, сопылар да бірге қол беру деген бар. Оны неге шыққан Құранда өткені бір аятта сахабалары пайғамбарымызға қол берген. Бұлар соның үресін жалғап, енді сол жаңағы пайғамбардың орынбасар отырған бірлерге жаңа мұсылмандар кеп қол беру керек та. Жақсы. Мұсылмандар бірге қол берген, бірлер пайғамбарға қол берген. Ал пайғамбарлар кімге қол берген? Жаңағы 3-ші сүре 81-ші аят айтып тұрмыз ба? Ей пайғамбарлар, бір заманда елші келеді, сендер соған бәрің жәрдемдесесіңдер ме? Деп серт алғанда, сонда бүкіл пайғамбарлар, иә, біз оған жәрдем етеміз және серт береміз деген. Қарап отырсаңыздар, Бахитоллах Мағдирға серт беру, ол пірлерге де, тіптен пайғамбарларға да қол беруден жоғары. Өйткені Алланың өзі куәлігінде тұрып, бүкіл пайғамбарлар сол келетін ақыр заманда, соңғы заманда келетін елшіге қол бересіңдер деген да. Өйткені ол сендердің барлық білімдеріңді, сендердің барлық даналықтарыңды біріктіруші деген да. Қарап отырсаңыздар, міне. Сондықтандағы жаңағы сопылықтағы қол берудің түсінігі де, болмайтын болса әруақ мәселесі де, бұл төменгі сатыдағы білімдерді, төменгі сатыдағы амалдар. Сондықтандағы естеріңізде болсын. Бахитоллах Мағниге серт беру. Серт арқылы жаңағыдай қол беріп Аллаға өзінің уағдасын беру. Ол пайғамбарлардан да жоғары вопрос мәселе да. Сондықтандағы жаңағы, мысалы үшін жаңағы ата жолындағы жаңағы әруақтарға бару, әруақтарға жалғану. Көріп тұрсың ба? Демек жаңағы Бахитоллахтың алдына кеп серт беріп және киелі рухқа жалғану, ол әруақтардың да ең жоғарғы сатысындағы үрдіс та. Осы жағын сіздер дұрыс түсініңіздер. Сондықтан да өздеріңіздің осы хауарилікке еліккендеріңіз үшін Аллаға 1000-да 1 шүкір айтыңыздар. Және де Бахитоллахтың жаңағы қатарында болып, сол пайғамбарлар армандаған қол беруді, пайғамбарлар армандаған сол келетін елші Бахитоллахқа серт беруді орындаған, және де пайғамбарлар көмектесеміз деп серт берген. Сол сертті орындап, сендер осы жұмыста отырғандарыңа бірде-бір тәуба деңіздер. Сіздер ешқайсыңызда деп айтайын, енді арасында бар ғой, оны өздері біледі. Жұмыс істеп жатырсыздар. Көбіңіз қарап отырсыздар. Сенушілердің кім екенін айтайын ба дейді Алла. Олар тәнімен, жанымен, дүние мүлкіменен Аллаға бас июшілер дейді да. Сондықтан да бұл жерде тегін отырмаңыздар. Шамаларыңыз келсе елге шығыңыздар. Садақа, зекет жасаңыздар. Басқаларды уағыздаңыздар. Мына ғадын тобын
осы біздің алғашқы түйіншек, мысалы үшін сакральный нүктеміз, сакральный бастауымызды тіршілігін жоғалтып алмаңыздар. Естеріңізде болсын, бұл абыройдан, бұл құрметтен айырылып қалмаңыздар. Әрине қазір біз күтудеміз, тоқырап тұрмыз. Бірақ солай екен деп ұйықтап қалмаңыздар. Сіздер ұйықтап қалып, көш бір түнде көшіп кетіп жүрмесін. Сан ұрып, ойбайлап қалмаңыздар. Бодрствуйте дейді ғой, бодрствуйте. Сондықтан да өздеріңіздің әрекеттеріңізді тәніңізбен, жаныңызбен, бүкіл дүние мүлкіңізбен қызмет істеңіздер.